Армысыздар политом көрермендері. Бүгін бізде бір көптен күткен пікірталас, дебат. Қонақтарымыз мәжіліс депутаты Ринат Зайытов және саяси белсенді Абзал Достияров. Осыдан бірнеше күн бұрын Абзал Достияров әлеуметтік желіде Ринат Зайытовты АЭС-қа байланысты дебатқа шақырған. Енді әртүрлі себептермен бұл кейінге шегеріліп бүгін шығып тұр. Қазір енді барлықтарыңыз білесіздер, кеше референдум өтті. Бірақ қанша дегенмен енді осы бастапқы келісілген кезде, дебатқа шақырған кезде тақырып АЭС дауы болғандықтан біз бүгінгі эфирді содан бастаймыз. Жалпы Абзал мырза, сіз дебатқа Ринат Зайытовты шақырдыңыз. Өз позицияңызды білдірдіңіз, АЭС құрылысына қарсы екеніңізді. Бірақ жалпы енді осы сіздердің позицияларыңызды тағы да нақтылап алсақ, қанша дегенмен енді бұл референдум өтті, оның алдын ала қорытындысы жарияланды бүгін. Жалпы не себепті Ринат мырзаны дебатқа шақырдыңыз? Одан да өзге депутаттар, мысалы үшін чиновниктер, АЭС-ті қолдап жүрген азаматтар көп қой. Неге Ринат мырзаны таңдадыңыз дебатқа шақыру үшін? Сосын сіздің қазіргі АЭС-ке байланысты позицияңыз айқындап айта кетсеңіз. Негізгі жақсы, қайырлы күн. Жалпы айта кететін тағы бір жайт, жаңа эфир басталмай тұрған кезде айттым, бір-бірлеріңіздің жеке бастарыңызға тиіспесеңіздер, ал саяси көзқарастарыңызға байланысты сынасаңыздар да, мінесеңіздер де ол рұқсат. Сосын әрқайсыңызда 3 минут бар. Барынша сол адамның жеке басына тимес үшін, тоқтатып отыру үшін сені таңдадық біз ортақ бейтарап ретінде. Құрметті көрермендер, рахмет, баршаңызға қайырлы кеш. Енді Ринат Зайытов мырзаға мен айтарым, осы менің шақыруымды қабыл алған үшін алғыс айтам. Мен шақырдым, және бұл кісіні шақырғаннан кейін ол дереу хабарласты. Енді белгісіз себептермен бірнеше рет кешіктіріліп, ақыр соңында міне референдумнан кейін. Негізі бұл референдумға дейін өту керек, өйткені өте бұл маңызды дүние болды. Яғни Ринат мырза ол қолдаушы ретінде АЭС-тің салынуын, тіпті АЭС салынбай қала ма деп уайымдап жүрген адам ғой. Ал мен қарсымын. АЭС салынып, тәуелсіздігімізге қауіп төне ме деп уайымдап жүрген адаммын. Сол себепті екеуміз пікірталастырайық, содан кейін халық көрсін, сосын дауыс беруге барған кезде өздерінің бір тұжырымдамасын жасап, яғни қолдай ма, қолдамай ма соған жасасын деген менде мақсат болды. Өйткені келген жағдайда солай ғой, үлкен мәселелерде сайлаулар алдында кандидаттар пікірталастырады, кімнің сөзі өтімді шықты, кімнің дәлелдері қалай келіп, соның бағыттарын халық өзі сараптайды, баға береді. Сол себепті бірінші себеп осы, екінші себеп Ринат мырзаны шақырған себебім мынау мен биліктегі осы партиялардың парламенттегі Сабильянов сияқты, Бақытқожа Ізмұхамбетов сияқты, анау Махаббат Жайымбет сияқты ешкім білмейтін кезінде әкім болған халықтан жырақ адамдарды шақырған жоқпын. Ринат Зайытов мырза ол осы елдің арасынан шыққан. Кешеге дейін елдің арасында жүрді 2023 жылға дейін. Тіпті менің оған кезінде жасыратын жоқ. Айтыста қатты жанкүйер болдым. Тақымды қысып отыратынмын. Айтыскер ретінде де өте қатты құрметтеймін. Тақым ретінде. Сол себепті мен осы уақытқа дейін тіпті Ринат Зайытовты сынаған эфирлерінің өзінде осы Ринат Зайытовтың айқындығын мойындайтынымды айтқанмын. Өйткені ол бөлек нәрсе. Бірақ саяси көзқарасымыз осы 2023 жылдан бастап депутат болғалы бері. Тіпті білетін болсаңыздар, көзі ашық адамдар біледі, хабар адамдар. Ринат Зайытов аманатқа кірген кезде мен сынаған жоқпын. Аманатқа кіріп парламентке кірген кезде де сынаған жоқпын, біреулер сияқты. Енді бір кірген кезде де бір қолынан келгенше бір әрекеттер жасайды деп. Бірақ көріп отырғанымызда Ринат Зайытов ол Думан Мұхаммедкәрімге уәде берді ғой. Мен кіріп іштен өзгертемін деп кезінде. Бірақ іштен өзгертпек тұрмақ, Ринат Зайытов мырза ол осы биліктің ағысымен кетіп қалды. Ешқандай да қашықтан танытқан жоқ. Осы биліктегі адамдардың біріне айналды. Сол себепті шығарып, неге қолдап жүр, неге бір жанын салып жүр, басқа да сұрақтарым болғандықтан Ринат Зайытовты мен дебатқа шақырдым. Ал АЭС-ке қатысты менің пікірім әлі де солай. Мен АЭС-тің маман емеспін, Ринат Зайытов ол да маман емес. Бұл ақын, мен саяси белсенді, осы саяси блогермін. Сол себепті Ринат Зайытовқа айтарым, енді сіздің сұрағыңызға жауап беретінім, АЭС-ке қарсымын.
ол тәуелсіздігімізге қауіп төндіретіндіктен, экология жағынан болсын, экономикалық жағынан болсын, жалпы мамандарды тыңдаған ретінде, адам ретінде қарсымын. Сондықтан мен Ринат Зайытов мырзаға бір сұрақ қойсам бола ма? Мынау Ринат мырза, сіз келістіңіз дебатқа, бірақ бір емес, екі емес, үш емес, төрт рет уақытты ауыстырып тастадыңыз, одан кейін белгісіз уақытқа кетіп қалдыңыз. Енді жалпы бұл деген көрермендерге деген құрметсіздік. Жарайды, мен сыйламай-ақ қойыңыз. Қаншама халық күтіп отыр, мыңдаған адам күтіп отыр. Менің YouTube арнамда 100 мыңдаған адам бар, 100 мыңнан аса. Сізді қаншама адам халық таниды. Яғни депутат ретінде бұл халыққа деген құрметсіздік, мәдениетсіздік деп есептеймін мен. Ал енді қазір жарайды, кеше хабарға шығып келістіңіз. Енді бір сұраққа жауап бере аласыз ба? Сіз осы менімен осы пікірталасқа шығар алдында өзіңіздің тікелей басшылығыңызбен, партияның басшысы әрі сол парламенттегі депутат ретінде басшыңыз Ерлан Қошановпен, басқалармен келісіп барып шықтыңыз ба, әлде өзіңіздің ұстанымыңызбен шықтыңыз ба? Болды ма 3 минут? болды. Бастай беріңіз. Жауап бере беріңіз. Сосын менің өзім сұрағым бар сізге қоятын. Бірақ жауап беріп тұрсаңыз, сосын мен сұрағым. Қазір. Барлықтарыңызға қайырлы кеш. Біріншіден, дебат шегеру бойынша сұрақтарыңызға жауап берейін. Есдәулет мырза, сіз жақсы білесіз, бұл дебаттың жасалуын мен жасырмаймын. Мен жалпы Абзал мырзаның ол айтқандай, ол айтыста мені таныса, мен бұл кісінің қатты жанкүйері емеспін, бірақ демократиялық партияның мүшесі ретінде білемін әйтеуір. Блогер ретінде Абзал мырза, мен сіздің сөзіңізді бөлген жоқпын, сондықтан Жоқ, қателігіңіз дұрыстап жатырмын мен. Мен сіз сөйлегенде үндеген жоқпын. Соны келісіп алайық. Жарай ма? Базарда емеспіз ғой. Дебаттың шегерілуіне келейік. Бірінші, маған бұл дебатқа шақыруды жіберген әріптесім Ермұрат Бапи болатын. Ермұрат аға WhatsApp-ма осындай сілтеме жіберіп, сені мен Нұртөре Жүсіп шақырып жатыр деді. Айттым, жақсы, келісейін. Содан сағат қателеспесем, нақты айтайын, қазір түскі уақыт болатын. Сол түскі уақытта менің бауырым, нақты айтайын, сағат 3-тің кезі болатын. Бауырым Оңғар Қабденнен айттым, осы Абзал Достиярдың нөмірі бар ма деп, бар деді, нөмірін берді. Берген бетте мен сізге хабарластым да, әбеке, осылай дебат болатын болса, мен дайынмын дедім. Оны сіз жоққа шығара алмайсыз. Сонан кейін сіз айттыңыз, қайда дедіңіз? Мен айттым, білмеймін, мен енді Абай Сейфолла ма, біреуіне хабарласып көрейін дедім. Содан кейін сіз айттыңыз, жоқ, Абай, ол жазған жазбаңыз менде әлі бар. Абай Сейфолла қолдап жүргендерді сөйлетіп жүр, бейтарап ұстанымдағы алаңды таңдағанымыз дұрыс. Нағыз журналисті бұрмаламайтын және тікелей эфирде жүргізіп беретін болмаса, скайппен шығайық дедіңіз. Мен айттым, маған негізінде айырмашылық жоқ. Сіздің тарапыңыздан қандай ұсыныс болады, маған келісемін дедім. Сіз политонды таңдадыңыз. Онан кейін мен Есдәулет мырза сізбен хабарластым. Сізге айттым, 2 күні күндіз жасайық дедім. Сіз айттыңыз, 2 күні менде уақыт болмайды дедіңіз. Сағат 7-нің кезінде дедіңіз. Мен сізге 7-нің кезінде босамайым. 9-10-дарда жасайық дедім. Рас қой. Ол кезде сіз айттыңыз, кеш болып кетеді дедіңіз. Сонан кейін 3-үне ауыстырдық. 3 күні барлығыңыз білесіздер, бізде мәслихат депутаттарының форумы болды. Ол форум мен айттым, кешкі 7-ге дейін босауым керек. Ол да жазбалары бар. Сол кезде мен сізге сағат 4-тің ба кезінде хабарласып айттым, Есдәулет мырза, бүгін мынау ұзаққа созылатын сияқты дедім. Мен 9-ға деп айттым. Мен айттым, ұзаққа созылады дедім, оны жасыратын жоқ. Ол жерде жан-жақтан әріптестерім келгеннен кейін, менің жекеде әңгімелесетін, кездесетін адамдарым болды. Содан кейін 4-ті жасаған жоқпыз, 5-і тыныштық сақтау күні, 6-сы референдум, міне бүгін кездесіп отырмыз. Енді осы екі ортада бір нәрселерге акцент бере кеткім келеді. Дебаттың әу басы басталған бетте, осы біздің әңгімеміздің арасында, Абзал мырза, сіз айттыңыз, бірден YouTube'қа шықтыңыз, ойбай, мен аманатты қырам, жоям, мен Ринатпен осылай дедім, мен оған бұлай деп айттым, солай деп айттым деп, біздің арамызда болмаған әңгімені жаздыңыз біріншіден. Екіншіден, тағы да жаңағы шегерілгеннен кейін аманат менен қашты, мен қырдым, жойдым дедіңіз. Жақсы, оныңызға да үндемедік. Бірақ енді келіп,
сіз неге биліктің ағысымен кеттіңіз, неге қаштыңыз деп айту менің ойымша бұл негізсіз және орынсыз. Екінші сұрағыңыз, сізбен дебат болатын жайлы Аманат партиясының төрағасымен де, не болмаса Аманат фракциясының жетекшісімен де, не болмаса әлеуметтік мәдени даму комитетінің төрағасымен де ешқандай әңгіме болған емес. Егер ондай әңгіме болатын болса, мен сізге 100% айталым, олар маған шықпай-ақ қой деп айтатын еді. Себебі бұндай... Не үшін олай деп ойлайсыз, Ринат мырза? Себебі бізде блогерлермен ондай негізсіз әңгімені көп құптамайды. Оны жасыратын несі бар? Қазіргі әңгімемізде негізсіз ба біздің? Жоқ, олар солай санайды деймін. Мен қазіргі әңгімемде шын айтамын, Абзал мырза. Мен оны бір қалап, анау-пынау бірдеңе дәлелдейін деп тұрған жоқпын. Сіз адам көңіліне келетін біраз сөздер айттыңыз. Әйтпесе маған сіздің бір шығармашылығыңыз, жасап жатқан жұмысыңыз қандай да бір қызықты деп айта алмаймын, оны өтірік айтпай-ақ қояйын. Сіздің өз жолыңыз бар, өз ұстанымыңыз бар. Бірақ екеуміз телефонмен сөйлескенде сіз айттыңыз, пікірталас болу керек, әркім өз пікірін білдіру керек. Бұныңызбен толық келісемін. Бірақ сіздің пікірталас жасауыңыз менің ойым, жаңағы Есдәулет мырзаның сұрағына да өзімше жауап бере кетейін. Неге мені ғана шақыратынын айтайын. Жалпы өзі мені жақтырмайтын 4 па 5 па қауым бар. Біреуі ЛГБТ өкілдері, біреуі теріс діни ағым өкілдері, біреуі Мұхтар Әбіләзов бастаған Қазақстан демократиялық таңдауы деген партиясы, біреуі осы Инга Иманбай, Абзал Достиярлар құрамында тұратын демократиялық партия. Сондықтан мен оларды бір қандай да бір оппонентім демесем де, олардың әрқайсының пікіріне құрметпен қараймын. Кез келген уақытта сөз сайыстыруға, не болмаса пікір алмасуға дайынмын. Мені неге таңдайды десеңіз, енді білмеймін, менің өзім болжамым, бұл өз мәжілісте бір 4-5 депутат бар, көпшілікке кеңінен танымал. Жалпылама қазіргі тілмен айтқанда әлеуметтік желіде көп қаралатын, пікірлері көп алынатын. Сол ма деп ойлаймын. Өйткені ондай ойға жетелейтін мені жалпы демократиялық партияның видеоларында болсын, Ринатты масқара қылды, Нартай мен Мақсат Ринатты быт-шыт қылды деген суретімізді қойып қойып видеолар шығарады. Ішіне барсаң, мүлдем бізге қатысы жоқ әңгімелерді. Мен осылай деп күдіктенем, болды. Басқа қандай да бір білгіңіз келетін сұрақтар болатын болса, ары қарай қоя берсеңіздер болады. Менің тарапымнан сіздерге қандай да бір сұрақ қойылады деп ойламай-ақ. Мен өзім жалғастырайық, сіз тоқтатты айта қойғарсын. Ринат мырза, сіз бірінші айтып алуыңыз керек. Мен жаңа сұхбаттың басында да айттым сізге. Абзал мырза, мен айтып алайын. Жоқ, мен шеңберден шығамай қаламыз ғой. Камераны кішкене еңкейтесіз ба? Дәл дұрыстап. Осылай? Осылай. Осылай. Ринат мырза, біріншіден мен сізге айтайын. Мен өткен жылғы сайлаудан бері демократиялық партия деген тіркелген ұйымның қатарында жоқпын. Мамайдың жақтасы емеспін. Мамайға мүлдем қатысым жоқ. Ол жерге эфирлер шығып жатқанын білем. Бірақ ол жерде мен емес қой. Сондықтан мен бөлек өз алдыма өзімнің YouTube арнам бар. Олармен шатастырмаңыз. Менің жеке сізге ешқандай өшпенділігім жоқ. Ешқандай да бір кегім жоқ. Бір жерде кездесіп қалған ештеңеміз жоқ. Мен сөздің басында айттым ғой. Мен ешқандай да бұл жерге шыққан кезде сен қара бетсің, сен жексұрынсың, сен итсің деп айтайын деп шыққан жоқпын. Әдейі сол үшін политон таңдадым, тоқтатып отыру үшін. Бұл жерде мен сізге айтарым, нақты осы мен қарапайым ғана адам ретінде, Қазақстан Республикасының азаматы ретінде сізге сұрақ қою. Өйткені сіз ана жақта жүрсіз. Ақжағалылардың жанында, Тоқаевтың жанында. Мен қарапайым адам болсам, сіз Тоқаевпен күнде кездеспесеңіз де, кездесіп тұруға мүмкіндігіңіз бар. Президентке жеке қабылдануына сұрануға мүмкіндігіңіз бар. Сол себепті соңғы кезде жасап жатқан әрекеттеріңізге байланысты менің сұрақ қоюым болды. Неге бұлай? Неге бұлай деген сияқты сұрақ қана қою. Мысалы үшін сіз қазір енді Аманат партиясының мүшесісіз ғой, Ринат мырза, дұрыс па? Енді сіз Аманат партиясы, ол бұрынғы Нұр Отан партиясы. Кім қалай айтса да Нұр Отан партиясы. Осы Нұр Отан партиясының 2015 және 25 жылдарға арналған бағдарламасы бар. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бағдарламасы бар. Ол 2014 жылы қабылданған. Ол жерде жемқорлыққа қарсы күресу қолға алынған, сөйтіп жыл сайын отырыстар өткізіліп тұратын, және сол кезде оның мақсаты былай болды. Мынау мемлекеттік және квазимемлекеттік салаларда жемқорлықтың алдын алу, мынау бизнесті ашуға әкімдіктің тарапынан жасалатын кедергілерді жою, сөйтіп Қазақстанды 2025 жылы мынау жаһандық индекс бойынша 30 мемлекеттің қатарына қосу болатын. Қазір 2024 жыл.
міне 1-ақ жыл қалды. Осы бағдарлама не болып жатыр қазір? Сіз барғалы қалай болды? Не істеп жатсыздар? Жетістіктеріңіз қандай? Осы туралы айтып беріңізші маған. Халыққа, жеке маған емес, халыққа жауап беріңізші. Партияның мүшесі ретінде сіз партияның бетке ұстар депутатсыз. Аха. Былай келісіп алайықшы, ол бір осы сұрағыңызға жарайды жауап берсін, бірақ бұдан кейінше бір жалпы сұрақтардан емес, осы АЭС-тің төңірегінде референдум АЭС төңірегінде емес, естірет мен айттым ғой, кеше жазбамда жаздым жария түрде. Бәрі көрді. АЭС ол өткен тақырып. Оны мыжи берудің қажеті жоқ. Ол да қабылдылық. Бірақ естірет жалпақ деп айттым ғой, мен саған жеке айтқан жоқпын, бірақ жария түрде Ринат мырза да көрді, өзің де көрдің, әлеуметтік желі парақшамда жеке осы қоғамдағы жағдай туралы айттым. Жауап берсін. Жоқ, айтып алайын онда. Сен тоқтатып, мынау мен артық кетіп жатсам немесе уақыттан артық кетіп жатсам. Мен қоя тұрайын ба? Иә, тұра тұрыңыз. Мен айтып алайыншы. Өйткені история қазір шеңберге сыймай қаламыз. Сен мысалы үшін жауап беріп 3 минут күтіп отырасың, 3 минут күтіп отырасың. Ринат Сайтовқа сұрақ қойсам, ол жауап берсе болды. Түсініп тұрмын ғой. Бірақ біз жалпы 30 жылдың дүниесін талқылайтын болсақ, мына жерде таң атады. Таң атып кешіп жатады. Бұл дүниесі емес, история түсініп ал. Бұл жерде Аманат партиясы туралы. Белді мүшесі болып табылатын Ринат Сайтовтың Аманат партиясы. Сол туралы, сол жердегі әрекеттер туралы, Аманат партиясындағы бүгінгі жағдай туралы сұраймын мен. Бүгінгі қазір не болып жатыр? Соны сұрап тұрмын, история. Енді онда сіз ғана сұрайтын болсаңыз, онда бізге площадка, сізге мынандай площадка не керек бар онда? Жоқ, сен тоқтатып отырасың, міне, осылай мен сұрағым бар ғой. Оны сұрақ болса қойсын. Өзің қоясың сұрақты. Біздің келіскеніміз басында АЭС дауы, референдум, биліктің позициясы, қоғамдық қарсылық. Осы төңіректе болады деген. Иә, арасында қойыңыздар. Арасында мен ол шектеу қоймаймын. Арасында өздеріңіздің көкеңізде жүрген сұрақтарды қойыңыздар. Бірақ сол шеңберде жасайық дедім. Сосын осы жерде отырмыз. Бірақ енді жаңағы сұраққа Ринат мырза жауап беріңіз, сосын мен өзім сұрағым бар сізге осы АЭС-ке байланысты қоятын. Негізі қысқа нұсқа жауап берсеңіз. Жақсы. Біріншіден Абзал мырза, мен сіздің демократиялық шет жүргеніңізді білмейді екенмін, ол үшін кешірім сұраймын. Бұл жаңа ғана айтқандай сіздің шығармашылығыңызбен жете таныс емес екендігімнің салдары. Екіншіден, мен қандай да бұның сайлау кезінде бүйдеген жоқпын, сүйдеген жоқпын деп бір қандай да бір менің тарапымнан алғыс күтпей-ақ қойыңыз, себебі сіз толық құқылысыз, оған дейін жамандайсыз ба, кейін жамандайсыз ба? Нақты сұрағыңызға қатысты айтайын. Нұр Отан партиясы мен Аманат партиясын мен қазір де айтам, шатыстырмауларыңызды сұраймын. Сіз айтқан 2015 жылғы Аманат партиясының бағдарламасында ол партияның төрағалығында Нұрлан Нығматуллин деген азамат болды, одан бертін Бауыржан Байбек деген азамат болды. Олардың барлығы қазір партия түгіл, билік түгіл Қазақстанда жоқ. Енді қараңыз, қазіргі партия жетекшілігінде отырған жас жігіттер, олардың есімін барлығы білет, ол Дәулет Кәрібек, ол жаңағы Шолпан Қаринова, ол Елнұр Бейсенбаев, төрағасы болып Ерлан Жақанұлы Қошанов отыр. Сондықтан олардың қабылдаған бағдарламасының бағыты қайда екені маған қатты қызық емес. Енді Аманат партиясының ұстанымы бойынша айтайын. Аманат партиясының 2022-2029 жылдарға жоспарлаған даму картасының өзінде әр депутаттың нақтылы жауапты пункттері бар. Соған қатысты айтайын. Біз партиямен сайлау алдында 2 миллионға жуық сұрақтарды талқылап, сол карта бағдарламаны жасадық. Соның ішінде бірінші кезекте ауылды дамыту болатын. Ауыл аманаты бағдарламасы бойынша қаншама адам қазір кәсіп жүргізіп отырғанын, қаншама адам өзінің жеке жағдайы ғана емес, ауылының жағдайына әсер. Абзал мырза, сөзді бөлмей отырыңыз. Жоқ, бағдарлама айтып басқа әңгіменің негативке қатысы оны айналдырып соқтатып. Сіз сұрақ қойдыңыз, мен жауап беріп отырмын. Не бітірдің дедіңіз, мен жауап беріп отырмын. Не бітірдің деген жоқпын. Жемқорлыққа қарсы бағдарлама туралы не білесіз? Не болып жатыр? Соны сұрадым мен сізден. Мен айтып отырмын сізге, Нұр Отан партиясының қандай да бір бағдарламасы маған қызық емес дедім. Болды, енді тоқтадық, енді жарайды. Енді сіз басқасын айтпай ақ қойсаңызшы, енді мен сізге сұрақ қойдым. Сіз сұрақ қойдыңыз, мен жауап беріп отырмын ғой. Жақсы, иә, түсінікті. Бұл сұраққа АЭС-ке қайтып оралайықшы. Ринат мырза, сіз мәлімдеме жасадыңыз, АЭС-ті қолдайтыныңызды айттыңыз, салынбай қалама деп қорқам деп мәлімдедіңіз. Жалпы осы АЭС дәл қазіргі жағдайда, Қазақстанның жағдайында қаншалықты қажет сіздің ойыңызша? Біріншіден, атом энергетикасы деген бұл қазіргі таңда дүниежүзі бойынша
ең тиімді энергия көздерінің бірі. Оны сізге кез келген сарапшы айтып береді, басқасы айтып береді. Екіншіден, біз бұл АЭС мәселесі басталады дегенде 50-ден астам сұрақты дүниежүзілік ядролық қауымдастық бар, жаңағы АКХ бар, АКХ дегенді білесіздер ғой, МАГАТЭ дейтін. Орысшасы МАГАТЭ ғой енді. Соның бүкіл ақпараттарын алып, қаншалықты бізге тиімділігі бар екен 50-ден астам сұрақ дайындап, жан-жаққа жіберіп, соның жауабын алып, бұл таразыланып, сарапталынған біздің шешіміміз. Қолдау деген. Қолдамауға да құқылы адамдар бар, оның бәрі бүгін көрді ғой, мысалы, референдум болған кезде кеше. Бүгін нәтижесінде көрді. Жақсы, енді неге қолдап отырсыздар? Мен сіздерге айтайын. Қазірдің өзінде біз энергияның тапшылығында отырғанымыз ешкімге жасырын емес. Оны білу үшін сіздер өткендегі МАЭК істен шығып қалған кезде Атыраудағы болған жағдайды, Ақтаудағы болған жағдайды барып біліңіздер. Қазіргі кәсіп жүргізе алмай отырған, басқа зауыт демей-ақ қояйын, теплица сала алмай отырған, жылыжай сала алмай отырған оңтүстіктегі шаруалардың барып жағдайын көріңіздер. Ал енді қазір бізде жылына 3% бізде өсуі энергия тапшылықтың. Осыны жабу үшін біз қазірдің өзінде 100 миллиардқа нақты 100 миллиард Ресейге беріп, соларға тәуелді болып, солардан энергия алып отырмыз. Ал енді атом энергетикасының қауіптілігі, басқасы бойынша түгел айтып отырмын ғой, 50-ден астам сұрақ қойып, біз соның жауабын алғаннан кейін барып, осыны қолдаймыз деп шештік. Менің айтар уәжім сол. Түсінікті. Жалпы мынандай ғой, осы уақытқа дейін билік Қазақстанда АЭС салуға Қытайдың, Ресейдің, Францияның, сосын оңтүстік Кореяның компаниялары қатысады деді. Осылардың арасында талқылау жүргізіледі деді. Бірақ ел арасында негізгі дау осы атом электр станциясын кім салады деген, сосын Ресей салама деген қауіптен осындай дау туып жатыр ғой. Бірақ кеше референдум өтті. Ол жерде Қазақстанда атом электр станциясын салуға келісесіз бе деген бірақ сұрақ шығарды. Иә, немесе жоқ деген жауап беріледі ол жерде. Бірақ кім салады дегенге таңдау жасалған жоқ. Кім салатынына да жауап берейін? Иә, сіздердің ойларыңызша бұл қаншалықты дұрыс? Қазір енді референдум өтті, бірақ қоғамда әлі күнге дейін күмән мен қорқыныш пен үрей бар. Кім салады деген. Неге бюллетенге осы компаниялар салады деген, мен жоғарыда айтқан 4 елдің компаниясын қайсын таңдайсыз деген сияқты сұрақтар неге шығарылмады деп ойлайсыз? Жалпы осы бірақ сұрақтың шығуы қаншалықты дұрыс сіздің ойыңызша? Енді бірінші сол шешімді қабылдау керек қой, Есдәулет мырза. Екіншіден, қазір бірден міне референдум бітті, салу ертең басталып кетпейді. Бұның екі емес, бәленбай сұрағы бар. Кім салады, ақша қайдан алынады, қанша уақытта кім қадағалайды, кім салады деген сұрақтарыңызға жауап берейін. Жоқ, оған тағы да референдум өткіземі деген онда? Жоқ. Ол парламент пен үкіметтің арасындағы талқылауда болады. Өйткені бізде атом энергетикасы қауіпсіздігі жөнінде заңда жоқ әліге. Онсыз біз АЭС саламыз деп өтірік айтмаймын. Қазір ол заң қабылдану керек болады. Ол жұмыстың бәрі біздің мойнымызға жүктеледі. Енді кім салады деген сұрақтарыңызға қысқаша жауап бере салайын. Жаңағы мен айтып отырған АКХ, МАГАТЭ. МАГАТЭ-нің қаулысы бар. Атом электр станциясын бір мемлекет сала алмайды. Бір мемлекет сала алмайды. Оны тек халықаралық консорциум салады. Оны кеше президент айтты. Консорциум кем дегенде 3 мемлекет. Ал өзі дүние жүзінде атом электр станциясын салуға қауқарлы 4 мемлекет бар. Біз білетін Жапонияны қазір сәл қысқартыңқырап тұр. Ол Франция, оңтүстік Корея, Ресей және Қытай. Менің өзімнің жеке ойым, қазір егер бұл атом электр станциясына дүниежүзілік банк беретін болса, ақшаны олар Ресейдің салуына ешқандай қатысуына да келіспейді. Қазір Ресейдің қандай да бір реактор салатын, не болмаса қондырғылар жасайтын қауқарда мүмкіншілігі де жоқ. Олардың Түркиядағы атом электр станциясын салуы тоқтап қалды. Сондықтан бұл қауіптің жауабымызды алып алғаннан кейін ол жағына дабыра көтерген жоқпыз. Бір ғана сұрақ шығарылғаны дұрыс па сіздің ойыңызша? Енді негізгі сұрақ сол ғой. Салу керек па, салмау керек па деген. Бірақ енді Ресей салама дегенде қауіптер бар ғой, әлі күнге дейін оған жауап табылған жоқ. Мен сізге сол жауабын беріп отырмын ғой. Сіз соған сенімді, ол айтып отырмын ғой, АКХ-ның қабылдаған қаулысы ол.
консорциум салу керек деген. Қауіпсіздікті барлығын қамтамасыз ету үшін. Біз бұл сұрақтың жауабын білгеннен кейін мен сізге енді оны неменеге ол өтірік айтамын. Есдәулет мырза, Абзал мырза, рұқсат етсеңіздер мен 2 минут су алып алайыншы. Мен әңгімеміз ұзақтау созылып кететін сияқты. Жақсы. Енді Абзал мырза, оған дейін осы сұрақты қоя берейінші сізге. Жалпы бір ғана сұрақ шығарылды ғой. Бірақ қоғамда болып жатқан сіз жаңағы митингтерді түсіресіз, ұсталған азаматтарды белсенділердің сотына барасыз. Олардың да айтып жүргені сондай талаптарда, сондай күмәнда, Ресей тағы тәуелді боламыз, 2 есе тәуелді боламыз, олар салса қалай болады деген. Бірақ референдумдан кейін, референдумға бір ғана сұрақ шығарылды ғой. Сіздің ойыңызша ол қаншалықты дұрыс? Ринат мырзаны күтеміз бе? Келдім. Келді ол. Айтамын. Енді бұл былай. Референдумға ең басты қарсылық сол болды. Яғни кім салады деген адам, қоғамда қарсы адамдар, мындай адамдар бар. Мүлдем салынбасын деген адамдар бар. Және салынғанның өзінде Ресей мен Қытай салмаса екен дейтін адамдар бар. Сол себепті референдумда мынандай сұрақтар болу керек еді. Қазақстанда атом электр станциясының қай елдің салғанын қалайсыз деп, сол жерде Оңтүстік Корея, Қытай, Ресей, Франция деп 4-еуі көрсетілу керек еді ана. 5-ші бәріне қарсымын деп. Сол кезде барлық шешілетін еді. Яғни бәріне қарсымын деген сөз, демек салынуына қарсы деген сөз. Немесе ішінен адамдар таңдайтын еді. Яғни адамдарда таңдау мүмкіндігі болатын еді. Сондықтан бұл жерде бір-ақ сұрақ қойылды, қолдайсыз ба, жоқ па деген. Және осы уақытта тағы айтатыным, АЭС-ке қарсаңында қаншама адамдар, 70-ке келген әжелеріміз айыппұл салынды, 70-ке таяған аталарымыз дәл қазір Алматы полиция департаментінің астында отыр, дәл осы Ринат Зайытов 2 сағат қамалған жерде, дәл қазіргі уақытта АЭС-ке қарсы 5 адам отыр, қарсы шығып жүрген қылмыстық іспен. Бірақ осы көтерілді, ақпарат құралдары жариялады. Осы уақытта депутат ретінде Ринат мырза әлі күнге дейін аузын ашқан жоқ. Бұл кісі айту керек еді. Қараңдар, жарайды, біз қолдаймыз. Сендер бізге түсіндіріңдер. Біз насихаттап жүрміз. Бірақ қарсы адамдар неге қолданып жатыр? Неге әжелерімізге айыппұл салып жатыр? Неге оларға мүмкіндік берілмейді? Неге олар телевидениеге шықпайды? Неге хабарға шықпайды? Берейік, Рысбек Сәрсенбайды шақырайық, қарсы екен шықсын. Мұхтар Жәшік шықсын, хабарға шықсын, Қазақстанға шықсын. Егемен Қазақстанға жариялайық. Тең болсын. Референдум өткіземіз ба? Демек, әділ болсын деп айтуы керек еді. Бірақ енді білмеймін деп қазір құтыла алмайды. Өйткені Ринат Зайытов басқа депутаттарға қараған кезде әлеуметтік желіні бақылап отыратын, қадағалап отыратын адам бәрінен хабардар. Сондықтан менің айтарым, жаңағы сіздің сұрағыңызға, референдумда бұл шектеу болды. Жаңағыдай сұрақ қойылу керек еді. 4 сұрақ қойылу керек еді. Адамдарға таңдау берілу керек еді. Өйткені қоғамда сондай көзқарас бар, әртүрлі. Менің айтарым осы. Ринат мырза, жаңа айтып қалды ғой, сіз неге сол жаңа қамалып жатқан адамдарға араша сұрамадыңыз деп ше. Мысалы үшін депутат Ермұрат Бәйбіс 5 адам қамалды ғой, 12 адам ұсталды, 5 адам, кем дегенде 5 адам. Алматыда 2 айға қамалған кезде депутат Ермұрат Бәйбіс депутаттық сауал жолдады. Ішкі істер министрлігінде, прокуратураға. Сіз неге солай сауал жолдамадыңыз? Немесе білмедіңіз бе, естімедіңіз бе? Біріншіден, мен не айту керек екенімді Абзал Достияр мырзадан сұрамаймын. Егер ол бірдеңені айтқысы келсе, өзі келу керек еді осы жерге. Не болмаса қандай да бір жолмен өз ойын жеткізу керек еді. Екіншіден, бірде бір шағым менің атыма түскен емес. Бірде бір шағым. Ал менің атыма түспесе, мен жоқ жерден жыбырлап шу көтермеймін. Үшінші, біздің, мысалы, депутаттық өз пленарлық отырысты қадағалап отырсаңыздар, бір депутат сауал көтереді, оның соңына сонымен келісетін адамдар қол қояды. Енді төртінші, бұл оқиға ғана емес, біздің Қазақстанда жазықсыз, түсініксіз қамаулар болып жатқан, және оларды қайта қарап зерттеу керек екенін менің айтып жүргенім бүгін емес. Оны да жоққа шығара алмайсыздар, мен қағазбен сіздерге әрбір жолдаған сауалымды көрсетіп бере аламын. Бірақ бұл оқиға туралы естідіңіз ғой, негізі жалпы? Естімегенде. Мен тақырып осы болғаннан кейін, сіз АЭС-ті қолдағаннан кейін, оған қарсы азаматтардың қамалып жатқаннан кейін сізге осы сұрақты қойып отырмын да. Енді қараңыздар, түсініксіз жағдайда қамалып жатқан. Өзіміз түсінетін жағдай көп та, мысалы, ол қамалғаны бар,
өткендегі анау жарнамалар бар, адам ұялатын. АЭС жарнамалады. Соны біз өзіміз өз көтереміз жаңағы. Мына кісі айтып отырған төрағамызға да бәріне, мынау қалай болды деп. Сонда оны өзіндік белсенділікпен шаш ал десе бас алатын қызметкерлер бар. Оны ешкім жоққа шығармайды. Қазір осы біткеннен оны да талқылау басталады. Ринат мырза, бір сұрақ қойсам ба дәл осыған қатысты? Сіз енді Ерлан Қошанов бар барлықтарыңыз жүрсіздер ғой, халықты аралап сол референдум алдында насихаттадыңыздар, ауыл-ауылды аралап. Енді сол жүріп тұрған іс-сапарларыңыз қандай қаржыға жұмсалды? Яғни осы референдумға бөлінген 15 миллиардтан ба, әлде парламенттің өзінің ақшасы ма? Жоқ, бұл партиядан, сосын штабтың өзінің бюджеті бар. Халықтық штабтың. Парламенттік емес? Жоқ. Жақсы. Түсінікті. Енді референдумға келсек, кеше өтті. Бүгін орталық референдум комиссиясы алдын ала қорытынды жариялады. Онда халықтың 71% АЭС-ті қолдады деп мәлімдеді. Ал Алматы қаласында жалпы бізде журналист ретінде бақыладық, тәуелсіз бақылаушылар бар. Осы тәуелсіз бақылаушылар Алматы қаласында явка дейді ғой, жаңағы дауыс беруге барған адамдардың саны өте төмен екенін айтты. Ол тіпті 20%-ға да жетпейді деді. Бірақ ресми 25%-дан сәл артық болып тұр, асып тұр қазір енді алдын ала қорытынды бойынша. Жалпы сіздердің ойларыңызша осы референдум қаншалықты әділ өтті? Дауыс әділ саналды. Қанша дегенмен осы 30 жылдың ішінде бізде сайлаудың, референдумның қалай өткендерін менен қарағанда сіз екеуіңіз жақсы білесіздер. Сіздердің ойларыңызша осы референдум қаншалықты әділ, таза өтті? Және халықтың барған халықтың дауыс беруге. Шынымен де жаңағы орталық референдум комиссиясы айтқандай 63%-дан асып барды ма халық дауыс беруге? Абзал, сізден бастайық осы жолы. Мырза айта берсін. Жақсы. Жігіттер, бұл да жаңалық емес. Мен өзім бірнеше сайлауда бақылаушыдан да 2004 жылы үгіт насихатшыдан бастап бақылаушылыққа келдім. Егер сіздер менің жалпы берген интервьюларымды басқасын қадағалап отырсаңыздар, мен үнемі айтамын. Мен соңғы көрген әділетті сайлауым бұл 2004 жылы болды. Сосын оның сырын іздедім, неден екенін. Қазір мына жаққа келгенде түсініп жатырмын. Бұл жаңағы бір мекеме басшысы болады, сол жаңағы сайлау учаскесінің төрағасы болып сайланады. Сол өзінің жұмысын көрсетуге барын салады. Неғұрлым көп менің участогымде осындай нәтиже болды десе, ол ойлайды, менің қызметім өседі, мен жақсы жағынан көрінем деп. Сол үшін жаңағыдай жанталастар болады. Біз оны еш жасырған емеспіз. Тіпті өзіміз сайлауға түскен сайлауда да 22 жылы журналистер сұрақ қойғанда айттым. Осының барлығын қадағалап зерттесін тиісті органдар, сайлау комиссиясынан бастап. Мен өз басым бұның 20%-ға толмаса 25 қып жеруін, болмаса басқасын халықтың салғырттығынан деп ойлаймын. Егер 12 миллионнан астам сайлаушы бар ғой қазір бізде, солардың барлығы барып табандылық танытып, сол жерде өз қолымен дауыс беретін болса, олардың дауысын ешкім ұрлай алмайтын еді. Ешкім ұрлай алмайтын еді. Өйткені халықтың толқуынан қорқатын еді. Ал ешкім бармаған соң, өзі жоқтың көзі жоқ. Неше түрлі көріп жатырмыз ғой, мен бір досыма 25 жыл бұрын қайтыс болған әкесіне шақыртып жіберіпті тіпті. Референдумға келіңіз деп. Менің референдум жайлы ойым осы. Егер бұны түзеткіміз келсе, онда біз бүкіл мемлекет болып, бүкіл халық болып белсенділік танытуымыз керек, болып басқа жол жоқ. Бірақ тәуелсіз бақылаушы болып жұмыс істеуге мүмкіндік бермей отыр деп ойламайсыз ба? Соны бақылауға, мысалы үшін учаскелерден шығарып жібереді деген сияқты. Сырттан қаржы алатын ұйымдарға кедергі жасайды, мемлекетке тәуелсіз ұйымдарға, НПО дейді ғой, үкіметтік емес ұйымдарға кедергі жасайды. Бұл жерде бір халықты кінәлай салу, бұл оңай жауап таба салу емес пе? Билік, неге билік өзі ішінде, сіз мысалы үшін билік партиясындасыз ғой қазір. Неге онда өздері ұйымдастырған, өздері өткізіп жатқан дүниені әділ өткізбейді? Неге халыққа сілтеп отырсыз дегенім ғой? Жоқ, мен халыққа сілтеп отырғаным емес, халықтың салғырттығына сілтеп отырмын. Түсінесіз ба?
Жаңа неге екенін де түсіндірдім. Ешкім Аманат партиясынан бұйрық бермейді, сендер мынша пайыз бізге жинап беріңдер, не болмаса былай болсын деп. Бұл жергілікті отырған шолақ белсенділер, олар да халықтың құрамында. Сіздердің естеріңізге сала кетейін. Солардың нәтижесіздігінен енді тәуелсіз бақылаушыларға керек. 2019 жылғы сайлауда 5000 тәуелсіз бақылаушылардың басын қосқан Белла ханым мен Арайлым болды Назарова. Олар оқытты, дайындады солардың бәрін. Осы референдумда кім ондаймен айналысты? Ешкім айналысқан жоқ. Жаңа ғана Азаттықтың 1 сағаттық материалын көре, түскі уақытта бір уақытын болғанда көріп бастадым. 20 минуттайын көрдім. Сонда айтып отыр, бақылаушыларды көрсетіп, бақылаушылар өздерінің қайдан келген, не үшін отырғандарын да білмейді ана жерде. Я, оңай емес. Я, әділетсіздікпен күресу, қолында пәрмені бар топтармен күресу, ол қашанда оңай болмаған. Бірақ соның жолын табу керек болды. Түсінікті. Абзал мырза. Енді референдум әділ өтпегенін бүкіл ел біледі. Өйткені референдумды өткізгендер бұрынғылар, референдумда комиссия мүшесі болған бұрынғы мектеп директорлары, мектеп мұғалімдері, және жүйе дәл солай, ештеңе өзгерген жоқ. Ринат Зайытов парламентке барғаннан кейін де ештеңе өзгерген жоқ. Өйткені ешқандай да жаңа Қазақстан жоқ екенін бәріміз көріп отырмыз. Сол себепті референдумға барып бақылаушы болам дегендерді, бақылаушы болып тұрғандарды полицияның түрлі себептермен, арандатушылардың көмегімен полиция басқармасына алып келіп жатқандықтарын көрдік, естідік, білдік. Одан бөлек оған дейін де халыққа мүмкіндік берілген жоқ. Яғни қарсы адамдар. Егер референдум әділ өткеніне сенуге болатын еді. Егер шынымен де еркіндік берілген кезде, тек мүмкіндік берілген кезде азаматтарды ұстап, қамап, жастарына қарамастан айыппұл салып, елді әбігерге салмағанда, және мына соңғы уақытқа дейін білетін болсаңыздар, жаңа сіз айтқан Белла жазып кетті, Белла Қасымқызы қазір, Белла Орынбетова. Референдумға дейін тәуелсіз институттарға, мынау алдын ала зерттеу жүргізу үшін, халықтың пікірін жүргізу үшін, соларға аккредитация берілмеген. Ойлап қараңыз, тек қана билікке тиесілі, билікке жақын, тіпті Қазақстан Республикасы президентінің жанындағы зерттеулер институтына сондай жерге берген, олар алдын ала сондай жобасын шығарды, 70% қолдайды, 76% қолдайды деп. Бірақ тәуелсіз ұйымдарға ондай мүмкіндік берілген жоқ. Яғни әуел бастан референдумға дайындық басталғаннан бастап заңсыздықтар орын алды. Соңына дейін, кешеге дейін сайлау комиссиясындағы жағдайларды көрдік. Сол себепті бұл жерде ешқандай әділдік болған жоқ. Ал енді 2019-ға келетін болсақ, немесе Ринат Зайытов мырза айтқандай, халықтың өзіне салатын болсақ белсенділікке, халықтың белсенділігін өлтірген Қосанов пен Ринат Зайытов. Қосанов сайлауға түсті, Ринат Зайытов соны қолдады, елдің барлықтары оған түсіндіріп айтса да, сен Қосановты білмейсің, білетіндер біз айтты. Алматыда, Астанада ұлттық құрылтайға осы Ринат Зайытов барып Қосановты қолдайық деп үндеген кезде аузын жауып тастады. Бірақ соған қарамастан соңына дейін қолдады, одан кейін келіп алдандым деді. Сол себепті ештеңе өзгерген жоқ. Назарбаев кетті, Тоқаев келді, басқа ешқандай өзгеріс жоқ. Менің айтарым, осындай ешқандай әділдік болмаған жерде сенім жоқ сайлаудың әділ өткеніне. Осы жерде Ринат мырзаға айтарым, бір ғана сұрақ қойып жіберейін. Ринат мырза, сол бұрынғы билік кетті дейсіз ғой, басқаша өзгерді. Жалпы Нұрсұлтан Назарбаев қазір Аманат партиясының мүшесі ма, жоқ па? Сол туралы айтыңызшы. Сіз енді партияның адамсыз ғой, мүшесі ма әлде мүшесі емес па қазір? Жоқ. Мүшесі емес па? Шығарып тастаған. Ол болған да жоқ оның құрамында, ол Нұр Отан партиясында болған адам. Жоқ, Ринат Зайытов мырза, сіз қараңызшы. Жалғастыра кетейін, Естербек мырза, айып етпеңіз. Ринат мырза, сіз Аманат партиясы деп отырсыз. Кәдімгідей бөліп қарап отырсыз. Бірақ Аманат партиясы Нұр Отан партиясының мирасқоры. Өйткені Аманат партиясы Нұр Отан партиясының қателігі үшін сіздер қазір халықтың алдында кешірім сұрап, міне бұл Нұр Отанның оңбағандықтары, Нұр Отанның 30 жыл бойғы озбырлығы, біз қазір аманатпыз, мүлдем бөлекпіз деп халықтың алдында солар үшін кешірім сұрау керексіздер. Өйткені сіздердің партияда Байбектің жанында Елнұр Бейсенбаев, жаңа өзіңіз айтқан Елнұр Бейсенбаев жүрген. Қазір сол Елнұр Бейсенбаев сіздің басшыңыз болып саналады. Парламенттегі әріптесіңіз, партия бойынша басшыңыз. Ештеңе өзгерген жоқ. Қосановтар сол кезде мүше болған, сіздің қатты құрметтейтін Ерлан Жақанұлы деп сөйлейтін Қосанов сол партияның Нұр Отанның құрамында болған. Сол себепті сіз бұны басыңызды алып қашпаңыз. Сіздер кешірім сұрауға тиістісіздер. Өйткені сіздің әріптесіңіз Айдос Сарын деген бар. Кезінде Нұр Отанға кірген, артынан Аманат өткерген кезде сіз кірдіңіз.
соның сөзі бар кезінде 2000 жылдардың ортасында. Коммунистік партия, Серік Болсынбаевтың басқаратын коммунистік партия, бұрынғы кеңес үкіметіндегі коммунистік партияның әрекеттері үшін кешірім сұрау керек деген. Ол үлкен партия болды, бұл Қазақстанда құрылған партия болды кейіннен. Бірақ солай болғандықтан, мирасқор болғандықтан кешірім сұрау керек. Сіздер де Аманат партиясы егер бөлектейтін болсаңыздар, алдымен бастарыңызды арашалап алуыңыз керексіздер. Міне, Нұр Отан былай, бітті, қатысымыз жоқ, Назарбаевпен бірге кетті, біз Аманат партиясында мүлдем бөлекпіз деп. Дұрыс па? Сұрақ не сонда? Кешірім сұрау ойларыңызда жоқ па? Иә. Болды, жауап бере берейін ба? Біріншіден, Абзал мырза, біз жаңа көп нәрсеге келісіп едік. Соның бірі, құрылтайға барған кезде Ринат Зайыптың аузын жауып тастады деп өтірік айтпауыңызды сұраймын. Сіз болдыңыз ба сол құрылтайда? Видеоны көрдік. Жоқ, видеоны көрдік емес, сіз болдыңыз ба деймін. Мен сізге сұрақ қойып тұрмын. Болдыңыз ба құрылтайда? Көру міндетті емес қой енді. Сұрақ бұлтармаңызшы. Сұраққа жауап беріңізші сіз. Болдыңыз ба жоқ па? Мен оны видеодан көрдім. Болды, жақсы. Демек сіз ол жерде болған жоқсыз. Жарай ма? Сондықтан ондай жаңағы өзіңіздің әлеуметтік маңыздылығыңызды, өзіңіздің меніңізді көтеру үшін аузын жауып тастады, үйтті бүйтті деген сөз тіркестерін қолданбауыңызды өтінемін. Бұл бір. Екіншіден, Аманат партиясы Нұр Отан партиясының мираскері емес, соның орнына келген партия деп айтуыңызды сұраймын. Өйткені Аманат партиясы қаңтар оқиғасынан кейін пайда болды. Сіздің есіңізге сала кетейін. Ал енді сіз жаңа Айдос Сарымды цитата қылып отырсыз. Егер сіз және басқа адамдар осылай Аманат партиясы халықтан кешірім сұрау керек дейтін болса, Аманат партиясының ресми сайтына, сосын өтініш арқылы біздің мәжіліске, оның ішінде қаласаңыздар, ақыры жақсы көресіздер ғой менің атымды атай бергенді, жіберіңіз ұсынысыңызды, қарастырайық. Мен де алқаға салайын, фракцияға, басқасына. Ал Елнұр Сабыржанұлы Бейсенбаев, Ерлан Жақанұлы Қошанов, Дәулет Жұмабайұлы Кәрібек және тағы басқаларына қатысты пікірлеріңіз болса, оны да әлеуметтік желіде өзіңіздің жеке қалауыңызды қанағаттандыру үшін айғайламай, шынымен елді ойлаған азамат болсаңыз, онда осылай сауатты жұмыс істеуіңізді сұрар едім. Жарайды, сіздің сөзіңіз рас. Аманат партиясы бірақ тек қана маңдайшасындағы жазуды ауыстырған партия ғана. Сіздер өздеріңіз қаңтар көтерілісінен кейін елді аралап, халықтың қолын жинап, жаңа партия құрдыңыздар ма? Сол баяғы партия, сол баяғы кеңселер, сол баяғы орындықтар, сол баяғы мебель, жиһаздар, сол баяғы адамдар, тұлғасы сол. Сізден халықты ақымақ көруді тоқтату керек, Ринат мырза. Мысалы, президент сайлауы өткеннен кейін сонда Ақорданы қайтадан салу керек па? Неге қатысы бар? Сіз партия туралы айтып тұрсыз ғой, Аманат жаңа партия деп тұрсыз ғой. Жоқ, сіз ғимарат туралы айтып тұрсыз ғой. Ол ғимараттың мүлдем қатысы жоқ. Партия ретінде сіздер жаңа партия құрған жоқсыздар. Дайын. Жақсы, мен сізге жауап бердім ғой. Жауап бердім ғой, Абзал мырза. Ұсынысыңызды беріңіз. Ешкім сізден қашпайды. Ешкім сіздің кеудеңізден итеріп жатқан жоқ. Түсінікті. Сіздер арасында былай басқа тақырыпқа ауытқып кете береді екенсіздер. Бірақ жалпы мынандай сұрақ енді. Абзал мырза, сіз түсінікті. Абзал мырза, сіз АЭС құрылысына қарсысыз, жаңа айттыңыз, осы уақытқа дейін айтып келе жатсыз, YouTube арнаңызда да видеолар жасайсыз. Жалпы АЭС салуға қатысты ел бойынша осыған дейін жария талқылар болды ғой. Бұл бір жыл уақытқа созылды әртүрлі қалада. Енді Алматы қаласында да өтті ол. Неге сол жерге барып өзіңіздің позицияңызды білдірмедіңіз? Осы айтып жүрген дүниелеріңізді. Немесе естімей қалдыңыз өтетін жаңағы жария талқылар өткен жерлерге барып. Енді былай, жария талқылау бір жыл бұрын басталды. Мен бармақ тұрмақ, анау Алматы облысы, Жамбыл ауданы үлкен ауылына барғам. Өткен жыл тамызда. Бір топ қоғам белсенділерімен барып, сол жерден ақпарат таратып, бейтарап түрде қолдағандардың да, мынау ядролық институттың директорының сөйлеген сөзінде, сол жерде аудан әкімінің сөйлеген сөзінде барлығын сол жерде көрсеттім. Өзімнің ақпарат тарату ретінде. Арнайы сол жерге барып, сол жерге түнде барып қонып, таңертең соған қатыстым. Ал енді Алматы қаласында өткен талқылау кезінде мынау Мейірхан Абдыманап деген азамат жаңағы, бұл АЭС деген талқылау емес, реклама деп айғайлайды ғой.
ана әжемізді орнынан тұрғызып жібереді, тартысады орынға. Ол кезде мен Шонжы елді мекенінде 20 тәулікте қамауда отырдым. Ринат Зайытовтың бұрынғы бауыры Думан Мұхаммедкәрім сотына баратқан кезде ұстап кетті. Сондықтан мен оған қатысу мүмкіндігім болған жоқ. Естіліп мырза. Естіліп тұр сіздің даусыңызда, видеоңызда. Көрініп тұр сіздің видеоңызда. Сіздерді естімей қалды. Естімей қалды ма біздікі? Қазір естіліп тұр ма? Енді естіліп. Жауап түсінікті ғой, Есдәулет мырза. Түсінікті. Ринат мырза, сіз жалпы осы жақында жаңағы президент Тоқаевтың қатысуымен өткен жиында сөз сөйледіңіз ғой, әлеуметтік желіде тарады. Ол жерде сіз еститін үкімет туралы айттыңыз. Бұрын енді менің қазір осы бағдарламаға дайындалған кездегі түйген, сіздің айтқан мәлімдемеңізден түйгенім, сіз бұрын алаңдарда айтылған сөз қазір мәжілісте айтылып жатыр деген тезистер айттыңыз да, еститін үкімет деп. Жалпы жаңа осыған дейін де айтылды ғой, АЭС-ті сынаған азаматтар қамалып жатыр деп ше. Сіз өзіңіз де оны жоққа шығарған жоқсыз, түсініксіз жағдайда азаматтар қамалып жатыр деп ше. Сіз шынымен де еститін үкімет жұмыс істеп тұр, мәжілістен осындай бұрын алаңда айтылған нәрселер мәжілісте айтылып жатыр деп шынымен де солай есептейсіз ба? Иә. Мәжілісте не айтылмай жатыр, айтыңыздаршы. Неге ондай ой түйдіңіз? Қазір мысалы үшін сол дүниелер жаңа қамалып жатыр дедік қой адамдар. Бірақ солардың үні естіліп жатыр ма мәжілісте? Есдәулет мырза, мен қайталап айтамын. Мәжіліс депутаты біреуден естігенін мәселе көтере алмайды. Оның негіздемесі болу керек. Міне мынандай кәдімгідей арызы бар, күнделікті бізге келіп түсетін. Айтып отырмын, Абзал мырзаға да айтып отырмын. Жазып жіберіңіздер. Көтермесек, сонан кейін күстәне алаңыздар. Кез келген тақырыпты біз көтеріп отырмыз. Жарайды, ол мәжіліске қатысты. Ал үкімет, еститін үкімет шынымен де халықтың талабын, үнін ести алып жатыр ма қазір? Естейді, бірақ тыңдамайды. Ол үшін біз мына жақтан қолымыздан келген бар әрекет жасап жатырмыз. Және мен қазір бірталай мысал айтып бір аламын, бірақ оған уақыт созғым келмей отыр. Себебі 1 сағаттан асты. Мен таңертеңнен бері жұмыста отырмын. Енді бір ұсынысым 3 минуттан алып, негізгі айтатынымызды айтып, сонымен тарассақ. Тіпті ішімізге сыймай жатқан нәрсе болса, тағы да бір жол қояйық. Жоқ, менің жеке өзім соңғы ғана сұрағым бар осы АЭС-ке қатысты, осы тақырыпқа байланысты. Жалпы осы уақытқа дейін сарапшылар әртүрлі жаңағы АЭС-ке қарсы тараптың өкілдері айтты, мынандай мәлімдемелер жасады. Олар бұл энергетика тапшылығынан емес АЭС салу, бұл саяси мәселе деді, геосаяси мәселе деп айтты. Сіздердің ойларыңызша, АЭС салу Қазақстанда бұл энергетика тапшылығынан ба, жоқ әлде геосаяси шешімдердің соның салдарынан осындай қадамға барып жатыр ма? Геосаяси шешім дейтін адамдар өзінің уәжін айтсын. Мен нақты сіздерге санмен айтайын. Қазір 2035 жылы бізде 152-де 4 миллиард киловатт сағатына энергия қажет болады. Қазіргі біздің беріп отырғанымыз 135 миллиард киловатт сағатына, бірақ оның өзін беріп отырған жылу электростанциялары және тағы басқалары 70% тозған. Сонан кейін тағы қоса кеткім келеді. Жалғыз атом электростанциясы емес, қазір біз Катармен келісім шарт жасап отырмыз мемлекет. Олар келіп жылу электростанцияларын салады. Оның сыртында Біріккен Араб Әмірліктерімен жел электростанцияларын Жамбыл облысынан 1 гигаватт салғалы жатыр 25 жылы. Егер энергия тапшылығы керек жоқ болса, осының бәрі не үшін істелініп жатыр? Түсінікті. Абзал мырза, сіздің ойыңызша? Бұл ешқандай да қазіргі уақыттағы бір мұқтаждық емес, дәл қазіргі уақытта. Өйткені дәл қазір еліміздің яғни электр энергиясымен қамтамасыз етіп отырған ол көмір. Көмір біздің елде қоры 250-300 жылға жетеді. Егер алдағы уақытта көмір жағуға тыйым салады дегеннің өзінде бізде су электростанциялары бар, бізде газдан өндіруге болады, бізде күннен өндіруге болады, бізде желден өндіруге болады. Қазақстанның көп аймақтары жел тұрып тұрады, жылдың барлық уақыттарында. Дәл осы Ринат Зайытов мырзаның туған жерінде өзендер көп.
шығыс Қазақстанда қаншама өзендер кеңес үкіметінен бері сол ГЭС мынау судан энергия алатын электр өндіретін жағдайлар өте көп. Дәл қазір мысалы үшін өткенде Ринат Зайытов мырза айтты ғой, перзентханада жарық сөніп қалып, бала мен ана өліп қалатын болса, сол кезде біз атом электр станциясы туралы сөйлесеміз деп. Мен айтар едім, осы басқасын айтпағанда, көмірді айтпағанда, желді айтпағанда, суды айтпағанда, басқасын айтпағанда, тек қана күннен, күн нұрынан алатын энергия арқылы бізде мемлекеттік мекемелерді, ауруханаларды, балабақшаларды, жаңағы айтып отырған перзентхананы қамтамасыз етуге болады. Дәл осы Ринат Зайытов мырза отырған Астана қаласының дәл қақ төрінде TikTok имам Нұрлан басқаратын мешіт бар. Сол мешіт анау Әділбек Жақсыбеков салып кеткен кезінде. Сол мешіт күннен электр энергиясын алады. Ол 2017 жылы салынған. Кәдімгідей толық мешіт өз алдына өзін-өзі қамтамасыз етіп тұр. Сол сияқты осындай ғимараттарды алуға болады. Сол себепті бұл жерде ешқандай да мұқтаждық жоқ. Бұл таза ғана саяси мәселе. Сондықтан мен Есдәулет мырза, мен бұдан артық сөйлемей-ақ қояйын. Мен өзімнің уақытымда Ринат мырзаға берейін. Ринат мырзаға қысқаша 4-ақ сұрақ қойайыншы. Өйткені сонан кейін қуып жүретін жағдай жоқ. Ол кісі де көп уақыт алмай-ақ жауап берсе болады. Иә, жоқ деп. Ринат мырза, бір сұрақ. Сіздің Нұрсұлтан Назарбаевқа деген көзқарасыңыз. Жеке Нұрсұлтан Назарбаевтың еңбегіне немесе оған қалай қарайсыз, соған көзқарасыңыз. Екінші, мынау бұған қайтып иә жоқ деп жауап беремін. Кешіріңіз, бір нәрсені нақтылайсыңыз, бұған қайтып иә жоқ деп жауап беремін. Онда жоқ, бұған қайтып иә жоқ деп жауап беремін. Сіз айтып отырсыз ғой, не иә не жоқ деп қана жауап беріңіз деп. Жоқ, басқа сұрақтарым. Мен айтып алайын, иә? Мен өзім уақытым сізге берем. Мынау, қараңыз, парламент туралы айтып кеттіңіз. Өзгерістің бар екендігін, бәрінің керемет болғандығын айттыңыз. Жаңа алаңда тұрғандар неде тұр деп жарайды. Мен сізге қазір бетіңізге баспай-ақ қойын, уақытты алып. Думан Мұхаммедкәрімнің досыңызды, Әйгерім Тілеужанның, Марат Сыламбаевтың түрме тұрған айтпай-ақ қойын. Олар парламентке кірген жоқ қой, керісінше түрмеге кіріп кетті деп айтпай-ақ қойын. Оны ел біледі, айтып жүр. Мен сізден айтатыным. Бірақ айттыңыз. Ақжолды сіздер, биліктегілер, Ақжолды, жалпы Тоқаев билігі Ақжол партиясын оппозиция ретінде көрсетіп жүр. Билікке солай кіргізді. Ақжол партиясы сіз үшін оппозиция ма? Я жоқ деп айтыңызшы. Осы сұрақ па? Иә, осы екінші сұрақ. Содан кейін, сіз шынымен де өзіңізді парламентте заңды түрде отырдым деп ойлайсыз ба? Аманат партиясы шынымен де 2023 жылы шынымен сондай дауыс жинап, елдің ықыласына ие болды деп ойлайсыз ба? Және сол кездегі протоколдар қазір қайда? Бұл үшінші сұрақ. Болды ма? Жаздыңыз ғой, Болды. иә, енді төртінші сұрақ. Сіз 2019 жылы қосанды қолдадыңыз, кейіннен сіз басыңызды алып қаштыңыз, білмей қалдым деп. Қазір де мынау атом электр станциясына байланысты 1-2 жылдан кейін елімізде Ресей немесе Қытай келіп АЭС салуды бастаса, сол кезде мен білмей қалдым, мен Ерлан Жақанұлына сеніп қалыппын деп тағы да басыңызды алып қашпайсыз ба? Болды, осы 4 сұрағым. Жақсы. Бірінші сұрағыңызға жауап. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев деген адамға менің бір-ақ көзқарасым бар, оны үнемі айтып жүрем. Ол қазақтың сорына біткен адам. Осы жауабым қанағаттандыра ма сізді? Жоқ, тәппіш деп айтайын ба? Жоқ, болды. Мен сөз қуалатты адам емеспін, айттым ғой, уәде бердім. Екінші сұрақ. Жаңағы сіздің де шала кеткен әңгімеңізге де жауап бере кеткен. Думан Мұхаммедкәрім бойынша ол кісіден мен ешқашан бас тартып қашқан емеспін. Менің оған деген құрметім және оған деген достығым сол қалпында. Бірақ мен жүрген жерімді айтып жүрем. Саяси ойында жеке тұлғаның жеке басына тиісу ол әлсіздіктің белгісі. Мен оған талай рет ескерттім. Думан досым, осыдан кейін мен саған көмектесе алмаймын деп тұрып ескерттім. Әгер әке бұл өтірік болса, үнемі сіз кездесіп, сөйлесіп жүрсіз, әкесі арқылы жазып жіберіңіз. Ринат осылай айтты, осындай оқиға болды ма деп. Үшінші сұрағыңыздың жауабы. Ақжол партиясын демократиялық партия деп есептейсіз ба дейсіз? Жоқ. Мен оппозиция деп, парламенттік оппозиция. Мен есептемеймін ондай. Есептемеймін оны оппозициялық партия деп. Төртінші сұрағыңыз. Заңды түрде парламентте отырмын деп есептейсіз ба? Иә. Себебі сол үшін біз Аманат партиясының қатарына кірдік. Мен Мақсат Толықбай, өйткені біздің аудиториямыз және халық ішіндегі ресурсымыз партияға септігін тигізетінін білгеннен кейін бізді де шақырды деп ойлаймын өз басым. Бесінші сұрағыңыз қосанов бойынша. Протоколдар бар ма? Сол протоколдар қайда қазір? Жақсы, мен сұратайын. Мен айтып отырмын ғой. Абзал мырза, сіз
отырасыз да мынау дейсіз. Нақтылы жазсаңызшы, Құдай-ау, бір сауат ашсаңыздаршы. Қазір қағаз кездесіп тұрмыз қайында өзіңізден. Жазып жүремін ба? Жоқ. Протоколдар бар ма сіз? Жалпы қайда білесіз ба сіз? Протоколдың қайда екенін білесіз ба? Сұрайық сайлау комиссиясына. Әне сіз білмейсіз. Протокол деген сіздер қазір төрағаңыздан сұраңыз. 50 күнде өртеп жіберді. Бұрынғы уақыттарда 5 жыл сақталатын сол парламенттің депутаттары өкілеттілігін атқарып біткенге сақталатын, қазіргі уақытта 50 күнде өртеледі. Неге өртеледі? Өйткені әділдік болмағандықтан, өздеріне сенімсіздік болмағандықтан. Сайлау комиссиясынан сұраңыз, өртеп жіберді. Соны білмейсіз. Жақсы, мен о протоколдың әңгімесін емес, сіз маған сұрақ қойдыңыз, заңды түрде отырмын деп. Жоқ, мен аяғына дейін жауап беріп алайын. Заңды түрде отырсыз ба деп есептейсіз дедіңіз, мен иә дедім. Әгер сіздің қандай да бір басқа дәлеліңіз болса, мархабат, мен күтемін. Нақты менің басыма қатысты. Енді қосандыққа байланысты соңғы сұрағыңызды айтайын. 2019 жылы мен білмей қалдым деген сөз менің аузымнан шыққан жоқ, Абзал мырза, тағы да өтірік айтып отырсыз. Менің аузымнан шыққан сөз, тыңдап алыңыз, ол менің тікелей эфирлерімде де бар, қалған, маған жауап бергенге, сұрақ қойған кезде, егер Қосанов өтірікші болса, сен не істейсің деген кезде, мен айттым, мен алаңда алдыларыңызда тұрам дедім. Сол кезде жейсіздер ма, талайсыздар ма, сабайсыздар ма, өздеріңіз біліңіздер дедім. Менің сол уәдемде тұрып Алатау театрының алдына барғанымда сізде жақсы білуіңіз керек. Ешқашан мен Қосановқа білмей қалдым, үйтпей қалдым деген жоқпын. Мен солай болу мүмкін екенін ескере тұра тәуекелге бардым. Өйткені дәл 2019 жылы басқа альтернатива болған жоқ бізде. Сіз Тоқаевқа ол кезде қарсы болдыңыз. Қазір қолдайсыз, дұрыс па? Ол кезде Қосановты қолдадыңыз ғой. Тоқаевтың қарсыласы. Қазір Тоқаевты қолдайсыз. Дұрыс па, солай ма? Абзал мырза, билікте осындай бір құлдық психологияңызды алып тастаңыз. Ананы қолдайсың ба, мынаны қолдайсың ба деген. Енді айтсаңызшы, иә, жоқ, сіз халықтың алдында жүрген адамсыз, Құдай-ау. Мен ешкімді қолдамаймын. Мен қараймын, нақты шешіміне қараймын. Үнемі айтып жүремін осын. Сіздер отырып аласыздар да, анау ананың адам, мынау мынаның адам. Кешіріп қойыңыз. Мен ондай сіздердің тобырлық түсініктеріңізде жоқпын. Жоқ, сіз қызыл тіліңізбен айналдырмаңыз. Я жоқ деп жауап берсеңіз, болды ғой. Не ол? Жауап ал. Я жоқ деп жауап беретін сұрақ емес. Бұл. Қолдайсыз ба, қолдамайсыз ба Тоқаевты? Саясатын. Мен айтып отырмын ғой. Мәжіліс депутаты адамды қолдай алмайды. Есіңізде болсын. Саясатын жарайды. Бүгінгі жүргізіп жатқан саясатын қолдайсыз ба? Бүгінгі жүргізіп отырған ба? Қолдайтын жерім де бар, қарсы шыға алатын да жерлерім бар. Ал ризасыз ба? Жақсы. Иә, болды. Есеке. Болды, сұрағыңызға жауап алдыңыз ба толық? Иә, сұрағыма жауап алдым. Енді ел өзі танылайды, мен артынан айтқан жоқпын, ел өзі тұжырым жасайды. Ринат мырза, сіздің сұрағыңыз бар ма Абзалға? Абзал мырза. Бірақ сұрағым бар. Абзал мырза, менің бірақ білгім келетін нәрсе бар. Сіздер жүріп өткен жолдан, мен біраз жыл бұрын жүріп өткем. Енді, осы барлық істеп жүрген әрекетімнен мен осындай нәтижеге қол жеткіздім деп бір оқиға айта аласыз ба? Осы бүкіл блогерлік осы жүрген жүрісіңізден мен міне нақтылы мынандай нәтижеге, осындай оқиғаға өстіп әсер етіп, осындай нәтижеге жеттім деп айта аласыз ба? Егер сізге дәлме-дәл керек болатын болса, мен сізге қағаз түрінде адамдардың алғысын, яғни қай жерге қандай көше салынды, қай жердің, қай домның, яғни қай тұрғын үй кешенінің жарығы жанды, немесе кім үйлі болды, осының барлығын мен олардың рахметін, барлықтары скриншот бар, ол тарих жібере аламын. Ал енді менің қолымда ешқандай дүние жоқ. Сіздер, мысалы үшін, өзіңіз осы парламентке барғанға дейін бірдеңе жасай алған жоқсыз, дұрыс па? Өйткені бұл елде жасау мүмкін емес. Дұрыс емес, тағы өтірік айтып отырсыз. Мен де сізге дәл солай мен де сізге қағаздарын жіберейін, жазбаша түрде жараймын. Болды, жақсы. Парламентке барғанға дейін не істедіңіз? Жеткізу мүмкін емес. Мен елдің құлағы көзі болу, жағдайды жеткізу, ашып айту. Сіз жаңа айтып қойыңыз маған. Мен сенің жолыңды жүріп өткем деп айтпай қойыңыз. Менің жолымды жүріп өткен жоқсыз. Жарайды, айтыскер болған шығарсыз. Айтыста тұрып айтқан шығарсыз шындықты. Басқалар да айтты. Бірақ сіз өйтіп маған жоғарыдан қарап, мен сенің жолыңды өтіп кеткем деген сияқты әңгіме айтпай қойыңыз. Сіз қамалған жоқсыз мен сияқты. Сіз мен сияқты таяқ жеген жоқсыз. Түсініп тұрсыз ба? Сіз мен сияқты айыппұл алған жоқсыз. 2 сағатта кіріп,
басқаша сөйлеп шыққан адамсыз Алматы полиция департаменті ішінде. Бір тәулік отырмағансыз. 2 сағатта бетпердені шешіп шыққан адам. Сондықтан менің жекеме өтпеңіз. Жүріп тастағам, жүріп. Абзал мырза, Абзал мырза, сіз үйтіп шарасыздығыңыздан үйтіп айғайламаңыз. Мен сізге айтып отырмын. Блогерлік жұмысты мен өтіп тастаған. Мен сіздің мына жүрген жүрісіңізді блогерлік жұмысыңызды айтып отырмын. Түсіндіңіз ба? Жақсы. Бұл мен басынан өткен нәрсе. Ал 2 сағатта әңгімең өзгеріп шықты деп, ондайда бәле жаппаңыз. Нақты дәлеліңіз болса, оны айтыңыз. Абзал мырза, осымен тамамдайық. Бұл сіздер ананы істедім, мынаны істемедің бе деген ол бітпес тау. Рахмет. Рахмет. Келісіп, осындай бір-бірлеріңізді дебатқа шақырып, осындай ашық талқылау өткізгендеріңізге, біздің алаңымызды таңдағандарыңызға рахмет. Енді барынша әділ, бейтарап болуға тырыстық деп ойлаймын. Ешқайсыларыңыздың көңілдеріңізде бір-біріңізге тиетіндей, бір жауласатындай сөз айтылған жоқ деп ойлаймын, пікір. Көрермендер енді өз бағасын береді. Көріп отырған, ертең ютубқа шыққан кезде записпен көретін дегендей. Рахмет жалпы. Көрермендерге, сіздерге сау саламатты болыңыздар дейміз. Жақсы жігіттер, амандық тілеймін барлықтарыңызға. Сіздерге де рахмет. Жақсы, қайырлы түн.